Сәлем достар, бүгінгі видеода дикцияны жақсартуға және әрбір әріпті нақты айтуға болатын кеңестермен бөлісетін боламын. Және осы кеңестер сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, және достарыңызға жіберіңіздер. Дикцияны жақсартуға бірнеше жаттығулар бар, оларға диафрагмалық және артикуляциялық жаттығулар. Диафрагмалық жаттығулар дегеніміз, ол егерде сіз ұзақ сөйлейтін болсаңыз, сіздің даусыңыздың отырып қалмауына және өзіңіздің шаршап қалмауыңызға жол бермейді. Ең алдымен тік отырып, иығыңызды тік ұстау, ал одан кейін екі алақаныңызды ішіңізге қою. Бұл жердегі ең басты қағидат кеудеңізбен емес, ішіңізбен дем алу. Мұрынмен дем алып, ауызбен дем шығарамыз. Қане бірнеше рет жасап көрейік. Және осы кезде ішіңізбен дем алғанда сіз алақаныңызбен ішіңіздің көтеріліп түсуін сезуіңіз қажет. Бұл ең басты қағидат. Ал ары қарай біз 3 тонда м әрпін дыбыстап тыныстауымыз қажет. Бірінші тон, ол төмен тон. Қане жасап көрейік. Не, төмен тонда жасадық, ал енді орташа тонмен жасап көрейік. Ал енді жоғары тонда жасайық. Бұл жаттығуды жасағанда даусыңызды соңына дейін жеткізіңіз. Осы жаттығудың көмегімен сіз даусыңызды ұзаққа жеткізе аласыз және ұзақ сөйлей аласыз. Ал екінші жаттығу бұл артикуляциялық жаттығу деп аталады. Бұл жаттығуда ең басты қағидат ауыз қуысындағы бұлшықеттерді жаттықтыру. Ол ерін жаттығулары, тіл және жақ жаттығулары. Ең алдымен ерін жаттығуларынан бастайық. Ерін жаттығуына келетін болсақ, ол QX әріптерін қайталап айту. Мысалға, QX, QX, QX. Бұл жаттығуда Q деген кезде ерінді барынша жию, ал X деген кезде езуді барынша тарту. Осы жаттығуды жасағаннан кейін сіздің дауысты және дауыссыз әріптеріңіз нақты шығатын болады. Ал ары қарай тілдің жаттығулары. Тіл жаттығуларына келетін болсақ, ол тісімізді айналдырып шығу, тілімізбен үстіңгі және астыңғы тістерімізді айналдыру. Мысалға, осы жаттығуды 5-10 рет жасасаңыз жеткілікті. Ал одан кейін тіліңізді екі ұртыңызға кезек-кезек оңды солды тигізу. Мысалға, ал одан кейін тіліңізді сағат тілімен және сағат тіліне қарсы тағы да айналдырып шығу. Осылай 10-15 рет күніге жасап тұрсаңыз, даусыңыз керемет болады. Келесі жаттығу ол жақ жаттығуы. Бұл жерде қолымызды астыңғы жағымызға тірейміз, бар күшімізбен тіреуіміз қажет, ал астыңғы жағымызды бар күшімізбен осы қолды итеру қажет. Мысалға, осы жаттығуды 5-10 рет жасасаңыз, қалай ары қарай даусыңыз нақты және анық болғанын байқайсыз. Осы жаттығуларды толығымен жасап, одан кейін жаңылтпаштарды 2-3 минут айтатын болсаңыз, 1-2 аптаның ішінде сіздер толықтай нәтижесін көретін боласыздар. Және сіздермен бір лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Бұны көбінесе әншілер қолданады. Кішкене екі жаңғақты алып, ұрттарыңызға салып, жаңылтпаштарды бірнеше рет қайталап айту. Егерде жаңғақ таппасаңыз, тастай құртты алып жасап көрсеңіздер болады. Құртты жеп қоймаңыздар. Ең бастысы тастай қатты құртты алып, ұртқа салып, жаңылтпаштар айту. Басында ыңғайсыз және біртүрлі көрінуі мүмкін, бірақ 2-3 минут осы жаттығуды жасап, кейін жаңғақтарды алып тастасаңыздар, сіздердің дауыстарыңыз анағұрлым нақты және керемет болғанын байқайсыздар.
Егер де сіз дикцияңызды жақсартқыңыз келсе, ең басты қағидат бұл дикцияны күн тастамай күніге қайталап отыру. Өйткені сіз күніге дикция жаттығуларын жасайтын болсаңыз, нәтиже молынан болады. Бұл дикция жаттығуларын жасағаннан кейін нәтижесі қандай болды? Комментарияға бөлісіп кетіңіздер. Осымен менің видеом бітті. Сау саламатта болыңыздар.